Құрамы 3 заттан тұратын, осындай мол болып шығатын қолжетімді заттардан дәмді тәттіні жасаймыз. Бізде осылай мол болып шығады және жасалу жолы да оңай. Түрлі мерекелерде немесе шайға жасай берсеңіздер болады. Ол үшін бізге 4 дана жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Және де тұз қосамыз. Араластырамыз. Ағы мен сарысын біркелкі етіп араластырамыз. Және де ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Басқа да оңай және де көптеген рецепттерді менің каналымнан таба аласыздар. Каналыма кіріп, өзіңізге қажетті рецепттерді көріп шықсаңыздар болады. Және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Бізде осылай қамырымыз шығады. Қолға кішкене жабысып тұрады. Кішкене ғана тындырып, бетін жауып қоямыз. Арасында бір рет илеп аламыз. Ал енді осы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Видео сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып, кішкене қолдап отырсаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосатын боласыздар. Оқтауымызбен осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Екі бөлікке бөліп жайсаңыздар да болады. Мен барлығын бірден жайып алдым. Осылай жұқа етіп жайып, үстінен кішкене ұрпағымызды себеміз. Тақтаймыздың үстіне осылай жайып алған қамырымызды осылай жинақтаймыз. Ал енді осы қамырымызды ленталар етіп қиып шығамыз. Кесіп алған осы ленталарымызды бір-біріне жинап аламыз. Және де осылай майда төрт бұрышты етіп, осылай кесеміз. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Және де қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Араластырып отырамыз және де сары түске енгенше пісіріп аламыз. Пісіп шыққаннан соң осы сүзгімізбен майынан ажыратып аламыз. Келесілерінде дәл осылай майымызды қыздырып пісіріп аламыз. Осылай араластырып отырсаңыздар, барлық жері бірдей піседі.
Балалардың сүйікті тәттісі осылай оңай жасалады және де мол шығатын болады. Осылай ыдысымызға салып аламыз. Ал енді ыстық кезінде үстінен қойылатылған сүтімізді құямыз. Шайға арналған таптырмас тәттіні осылай аз уақытта және де мол шығады. Осылай кішкене араластырып, шайға ұсынсаңыздар болады. Және де үстінен кішкене құйып, тағы да бір араластырып жібереміз.